Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгінгі артефакт айдарының кезекті саны музей қорындағы музыкалық аспаптар коллекциясынан алынған қазақтың көне музыкалық аспабы тастауық туралы болмақ. Қазақтың саз өнері тек домбыра мен қобыздан тұрмайды. Ерте заманнан жеткен ерекше аспаптардың бірі тастауық, үнге жан бітірген тылсым тас десек те болады. Ол тастан немесе ақбордан жасалатын көне үрмелі аспап. Пішіні тауыққа ұқсайтын болған соң, халық оны тастауық деп атап кеткен. Шеберлер дыбысы таза, әрі жұмсақ шығу үшін тасқа аттың қылын немесе жүн араластырған. Аспаптың пішіні жұдырықтай ғана, ортасында 3-4 ойығы бар. Осы тесіктер арқылы табиғат үніне ұқсас саз шығарады. Балалар мен малшылар тастауық пен құстардың дауысын салып, жеңіл халық әндерін ойнаған екен. Тастауықтың қоңыр жұмсақ үні қазақ даласының тынысын елестетеді. Бұл аспап әсіресе Орал, Атырау, Ақтөбе өңірлерінде көп кездеседі. Бұл ерекше жәдігерді Тайсойған ауылының тұрғыны Нұрниязов Сейтқазы ағамыз шағылда мал бағып жүрген кезде құм арасынан тауып алып тапсырған екен. Тастауық жай ғана музыкалық құрал емес, ол үн мен табиғатты ұштастырған ұлттың рухани айнасы.